Қайырлы күн, қымбатты білімгерлер. Біз бүгін мектепке дейінгі және бастауыш мектеп жасы психология пәні бойынша дәрісімізді, алғашқы бірінші дәрісімізді бастаймыз. Бірінші дәрісіміздің мақсаты бүгін мектепке дейінгі және бастауыш мектеп жасы психологиясы пәнінің мәнін, нысанын, мақсаты мен міндеттерін түсіндіру, сол сияқты бұл пәннің психологиялық ғылымдар жүйесіндегі орнын айқындау, сол сияқты балалардың жас ерекшеліктерін зерттеу әдістерімен таныстыру. Бірінші дәріс бойынша жоспарда 4 сұрақ қамтылған, осы 4 сұрақ бойынша дәрісімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Олай болса, қазіргі білім беру жүйесінде баланың жас ерекшелігіне сәйкес оқыту мен тәрбиелеу бұл педагогикалық үдерістің басты талаптарының бірі болып табылады. Баланың дамуын түсіну үшін болашақ маман, яғни сіздер болашақ маман болып, болашақ бастауыш сынып мұғалім болып барған кезде осындай арнайы психологиялық білімге ие болуларыңыз керек. Бұрын бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі білім беру бағдарламасында бұл пән оқытылған жоқ. Сіздер бастауыш білім IP білім беру бағдарламасы бойынша оқығандықтан бұл пәнді сіздерге ұсынып отыр. Демек, бұл тұрғыдан алғанда осы пәнді оқыту болашақ педагогтарды даярлаудың негізі болып табылады. Олай болса, дәрісімізге көшетін болсақ, мына кішкентай мектеп жасына дейінгі баланың неге деген сұрақ таусылмайды негізі. Ал бастауыш сыныпта оқитын балалардың сұрағы бір нәрсені дәлелдеп айту үшін оларда бұл неліктен деген проблемалық сұрақтар туындайды екен. Олай болса, мектеп жасына дейінгі баланың неге деген сұрағы таусылмайтыны оның танымдық қызығушылығының табиғи көрінісі болып табылады. Мінекей, қарап отырсаңыздар, бұл кезеңде сұрақ қою негізгі танымдық әрекет. Ал келесі бізде бастауыш сыныпқа келгенде баланың ойлау қабілеті дамып, ол тек сұрақ қоймайды, өз ойын дәлелдеуге, негіздеуге тырысады екен. Оның себебін ресейлік психолог Выгодскийдің айтуынша, мінекей, мектеп жасына дейінгі балада қиял дейді, басым болады. Ал бастауыш сынып жасында логикалық ойлау, дәлелдеу, талдау қабілеті қарқынды дамиды. Келесі себеп бұл мектепте оқу процесі баланы өзінің ой қорытынды жасауға, өз пікірін дәйектеп айтуға үйретеді. Ал келесі себептердің бірі әлеуметтік ортада, яғни мұғалім мен сыныптағы құрбыларының алдында бала өз ойын дәлелдеп айтуға қажеттілік сезінеді екен. Ал келесі себептердің бірі бұл жас ерекшелігінде танымдық дербестік пен рефлексия қалыптаса бастайды. Яғни бала өзінің ойының дұрыстығына қол жеткізгісі келеді екен. Яғни мектепке дейінгі бала себеп іздеуші, яғни неліктен деген сұрақты көбірек қойса, ал бастауыш сынып оқушысы немесе білім алушысы сол себепті өзі дәлелдеуші ретінде неге, неліктен, яғни өз ойларын жүйелеп айтуға үйренеді екен. Ал енді келесі бізде пән ретінде, яғни бұл пән, яғни немесе бұл ғылым немен айналысады? Пән психология ғылымының жас ерекшелік психологиясы саласына жатады негізі. Енді сіздерге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Бұл пәнді психологияны сіздер бірінші курста оқып өттіңіздер. Жалпы психология дегеніміз не? Оны сіздер білесіздер. Сіздердің мағлұматтарың, ақпараттарыңыз бар деп ойлаймын. Өткен бір семестрде сіздер психология пәнін оқып шықтыңыздар. Олай болса, тағы да бір қайталап өтетін болса, жалпы психология бұл психиканың жалпы заңдылықтарын қарастырса, ал жас ерекшелік психологиясы дегеніміз, яғни әрбір жас кезеңіндегі психикалық дамуды зерттейді. Соның ішінде мектепке дейінгі және бастауыш жас кезеңдері баланың тұлғалық қалыптасуының аса маңызды сатысы болып табылады екен. Яғни жас ерекшелік психологиясы ол адамның психикалық даму заңдылықтарын, әр жас кезеңнің өзіндік ерекшеліктері, өзіндік дағдарыс кезеңдері болады. Соның барлығында кездесетін қиындықтарды зерттейтін психология ғылымының саласының бірі болып табылады. Негізі жас ерекшелік психологиясының негізгі объектісі ол адамның психикалық дамуы. Яғни біздің пән бойынша ол мектеп жасына дейінгі бала мен бастауыш сынып білім алушысы болып табылады. Ал енді пәннің негізгі мақсаты мен міндеттеріне келетін болсақ, мінекей слайдта көрініп тұрғандай, пәннің мақсаты, яғни баланың мектепке дейінгі және бастауыш кезеңдердегі психикалық дамуының заңдылықтары мен ерекшеліктері туралы білімді жүйелеу. Одан кейін барып, осы міндеттеріне келетін болсақ, бұл
ғылым не үшін қажет деген сұрақ туындайды осы жерде. Негізгі міндеттерінің бірі баланың психикалық дамуы мен тұлғалық қалыптасуы туралы психологиялық білім жүйесін қалыптастыру. Одан кейін екінші, мектепке дейінгі және бастауыш мектеп жасындағы балалардың жас кезеңдеріндегі ерекшеліктердің, олардың танымдық процестерінің өзі сіздер білесіздер, қабылдау, ойлау, сөйлеу, зейін, мінекей ес, қиял, осылардың барлық аймағын сипаттау. Келесі баланың дамуына әсер ететін жетекші әрекеттер, ойын, оқу әрекеті, қарым-қатынастарды анықтау. Төртінші міндеті баланың психикалық динамикасын зерттеуге қолданылатын негізгі әдістер. Мінекей осылардың барлығымен таныстыру, оларды кәсіби қызметте қолдану дағдысын жетілдіру, үйрету, қалыптастыру. Келесі бізде жаңағыдай міндеттердің бірі мектепке дейінгі және бастауыш мектеп жасы психологиясының педагогикалық психологиямен және де педагогикамен байланысын түсіндіру. Жас маман ретінде сіздерге осынан мәлімет беру. Келесі біздерде нысаны мектепке дейінгі бастауыш мектеп жасында балалардың психикалық дамуы, ал пәні болса баланың танымдық процестер, жаңа жоғарыда айтып өттік қой, барлық танымдық процестерді, сонымен қатар эмоциялық еріктік саласы, тұлғалық қасиеттері, қарым-қатынас дағдылары мен олардың қалыптасу заңдылықтары болып табылады. Келесі біздерде енді міне ғалымдарымыз осы іс-әрекет, даму, балалардың психикалық даму туралы көптеген тұжырымдамалары бар, анықтамалар, тұжырымдамалары бар. Соның бірнешеуін сіздерге ұсынып отырмыз. Яғни бұл жерде Выгодский, ресейлік психологтың баланың дамуы белгілі бір әлеуметтік жағдайдың ықпалымен, үлкендердің қарым-қатынасымен және де бірлескен іс-әрекет барысында жүзеге асады дейді. Оның негізгі идеясы ретінде даму әлеуметтік ортамен оқу тәрбие үдерісінің ықпалында өтетінін атап өтеді. Пиаженің негізгі идеясы баланың ойлау қабілеті жас сатыларына сәйкес өзгеріп, күрделене түсетінін атап өтеді. Ал Леонтьев болса іс-әрекет жетекші рөл атқаратынын және де психикалық дамудың қозғаушы күші ретінде осы іс-әрекетті атап өтеді. Келесі біздерде Ушинский, ағартушы педагог, яғни баланың психикалық дамуын зерттемей дейді, оны оқыту мен тәрбиелеуді тиімді ұйымдастыру мүмкін еместігін атап өтеді. Яғни негізгі идеясы психология педагогика ғылымының негізі деп атап өтеді. Ал өзіміздің қазақстандық психолог Тәжібаев болса, қазақ баласының дейді психикалық дамуы ұлттық тәрбие, орта және дәстүрмен тығыз байланысты екенін атап өтеді. Яғни Тәжібаевтың негізгі идеясы дамуда мәдени ұлттық ерекшеліктерді ескеруіміз қажет екенін баса айтып өтеді. Келесі біздерде Қалиев, Табылдиев ғалымдарымыз айтатыны бұл бастауыш жастағы оқушының дейді тұлғалық қалыптасуы, яғни халық педагогикасы мен ұлттық құндылықтарымен ұштасып дамитындығын атап өтеді. Яғни бұл ғалымдардың негізгі идеясында халықтық дәстүрлер баланың ықпалына, баланың дамуына өте үлкен ықпал ететінін атап өтеді. Олай болса, келесі біздерде осы ғылым ретінде орны, бұл пәннің, бізге ұсынып отқан пәннің ғылым ретінде орны, яғни әрбір ғылыммен пәнаралық байланысы бұл жерде. Олай дейтініміз, яғни бұл жерде ең бірінші жалпы психологиямен байланысы. Айттық қой, жаңа жоғарыда айтып өттік, психологиялық таным үрдістер бар, солардың жалпы заңдылықтарын түсінуге негіз болады. Яғни таным үрдістеріне айттық қой, жаңа жоғарыда түйсігі, қабылдауы, ойлауы, сөйлеуі, есі, қиялы, зейіні, мінекей осылардың барлығын. Одан кейін барып мектепке дейінгі және бастауыш жаста бұл процестердің даму ерекшеліктерімен осы пән аясында қарастырылады негізі. Жалпы психологиямен байланысы. Ал енді педагогикалық психологиямен байланысы бұл оқыту әдістерін психологиялық негіздерімен байланыстырады. Келесі біздерде даму психологиясымен байланысты. Бұл адам психикасының жеке даму барысындағы қалыптасу кезеңдерін қарастырады негізі. Яғни ол дегеніміз балалардың мектепке дейінгі және бастауыш сынып білім алушыларының, яғни нақты жас сатыларын тереңірек зерттеуді атап өтеді. Келесі біздерде педагогикамен байланысы. Педагогика баланы не істейді? Оқыту,
дамыту, тәрбиелеу, жетілдіру. Яғни педагогика баланың дамуын оқытумен бірге үйлестіреді. Сол сияқты бұл пәннің медицинамен де байланыстылығы бар. Яғни баланың психикалық дамуындағы ауытқушылықтарды анықтау және түзету жолдарын. Яғни біздерде білесіздер, ерекше білімді қажет ететін балалармен не істейміз? Жұмыс жасаймыз. Қазір әрбір сыныпта кем дегенде 2-3 ерекше білімді қажет ететін балдарымыз отырады. Сондықтан да медицинамен байланысты. Келесі әлеуметтанумен байланыстылығы. Яғни тұлғаның қоғамдағы бейімделуі, әлеуметтенуін зерттейді. Белгілі бір ортада біздің балдарымыз, яғни мектепке дейінгі және бастауыш сынып балалары өз орнын табу, әлеуметтенумен байланыстылығы. Келесі біздерде енді баланы қалай түсінуге болады дейді. Ол үшін не істейміз? Баланы түсіну үшін ең бірінші әдіс тәсілдерді біз білуіміз керек. Ең бірінші балалар психологиясын зерттеу үшін қолданатын әдістерді олардың жас ерекшеліктерімен және де танымдық мүмкіндіктеріне бейімдеп біздер білуіміз қажет екен. Яғни бұл әдіс дегеніміз не? Әдістердің қандай түрі бар? Сіздер оны педагогикадан, философиядан, психологиядан, сіздер өткен әлеуметтанудан, саясаттанудан, сіздер барлық өткен бірінші курста өткен пәндеріңізде сіздер мағлұматтарыңыз бар. Сондықтан енді бізде қазір осы пәннің қолданатын негізгі әдістеріміздің бірі бақылау әдісі. Бұл әдіс негізі балалардың іс-әрекетін, мінез-құлқын, ойын және оқу барысындағы ерекшеліктерін табиғи жағдайда тікелей бақылауға негізделген болып табылады. Мақсатымыз бұл әдісті қолданудағы мақсатымыз, яғни баланың психикалық процестерінің көрінісін зерттеу. Ал енді түрлеріне жүйелі бақылау, эпизодтық бақылау, қатысушы және қатыспайтын бақылаулар жатады екен. Бұл әдістің артықшылығына келетін болсақ, яғни баланың мінез-құлқын табиғи ортада бұрмаламай, табиғи жағдайда зерттеу болып табылады. Келесі бізде әңгімелесу әдісі. Әңгімелесу әдісі дегеніміз, яғни баланың немесе мұғалімнің ата-анасымен, немесе жаңағыдай құрбы-құрдастарының ортасында жаңағы отырып, әңгіме жүргізу. Бірақ әңгімелесуде алдын ала не істейді? Баланың қызығушылығын тудыратын сұрақтар арқылы баланың ішкі әлемін, сезімін, жаңағыдай ойларын анықтау болып табылады. Мақсатымыз бұл зерттеу әңгіме әдісін білудегі біздің мақсатымыз баланың ойлау логикасын, қызығушылығын, қарым-қатынас ерекшеліктерін анықтау болып табылады. Бұл әңгіме әдісінің негізгі артықшылығы алдын ала дайын сұрақтар беріледі және де еркін түрде өткізілуі мүмкін. Келесі бізде де психодиагностикалық тесттер дейді, тест әдісі дейміз енді. Баланың танымдық процестермен жеке қасиеттерін сандық және сапалық тұрғыда бағалауға мүмкіндік береді негізгі. Одан кейін барып осы тесттің артықшылығы стандартталған және салыстырмалы нәтиже беріледі. Келесі біздерге эксперимент әдісі, ұрбалау әдісі деп тұрмыз енді мына жерде. Эксперимент әдісіне келетін болсақ, арнайы ұйымдастырылған жағдайда баланың психикалық процестері мен мінез-құлқындағы реакцияларын зерттеу. Сіздер білесіздер, эксперимент әдісінің екі түрі бар: табиғи жағдайда және лабораториялық жағдайда дейміз. Негізі бұның мақсаты, бұл эксперимент әдісінің мақсаты психикалық құбылыстардың себеп-салдарлық байланыстарын анықтау. Ал бұл кезде, яғни оқу тапсырмаларын берген кезде зейіні шоғырланған ба, тұрақталған ба, мысалы сол жағынан сіз жаңағы зерттеуге болады. Келесі біздерде баланың іс-әрекет өнімін талдау әдісі деген бар. Яғни бұл жерде баланың суреттері, жазбалары, шығармалары, ойын әрекеттері талданып, олардың даму деңгейі мен жеке ерекшеліктері анықталады. Бұл әдіс баланың сол өзінің танымдық деңгейі, шығармашылық қабілеті, ойлауы, жаңағыда қиялы, соның барлығын тануға мүмкіндік береді негізінен. Енді олай болса, бізде қорытындыға келетін болсақ, бұл пән, яғни баланың тұлғалық және психикалық дамуының заңдылықтарын зерттейтін маңызды ғылым болып табылады. Яғни бұл пән мектепке дейінгі және бастауыш мектеп жасындағы білім алушылардың танымдық, эмоциялық, еріктік және тұлғалық қарым-қатынастарын тәрбиелеуді тиімді ұйымдастыруға психологиялық тұрғыдан қалыптастыру болып табылады. Яғни жаңа зерттеу әдістерін атап өттік. Яғни мектепке дейінгі және бастауыш мектеп жасы психологиясын терең меңгеру, бұл табысты педагогикалық
қызметтің іргетасы болып табылады. Бұл білім баланың толыққанды дамуына, оның жеке қабілеттерін ашуға және әлеуметтік ортаға сәтті кіріктіруге дейміз, яғни мүмкіндік береді. Яғни баланың психологиялық әл-ауқаты оның ертеңгі жетістіктерінің кепілі ретінде біз болашақ маман ретінде оқуымыз тиіс. Олай болса, біздің бүгінгі бірінші дәрісіміз жаңағы аяқталды. Тыңдап естігендеріңіз, назарларыңызға рахмет. Келесі дәрісте жүздескенше қош сау болыңыздар.